Сәлем баршаңызға. Өткен видеода біз осындай түрін тоқып үйренген болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта біз мынандай домалақ түрін тоқуды көретін боламыз. Домалақ түріндегі следиді бастау үшін біз осы өлшемді аламыз. Тура сол өлшеммен есептейміз. 36 столбигімізді столбиктен 12-ні азайтамыз. Өзі 24 шықты. Осы 24-ті мен 12-ге бөлемін. Өзі 2. Сонда міне, мына 12-ні біз тағы да 2-ге бөлуіміз керек. Сонда міне, мынау ең бірінші қатарымыз біздің 12 болды. 12. Одан кейінгі қатарымыз осы жерге тағы 12 қостық. 12 столбик. 24 болды ғой. Келесі үшінші қатарымызда біз мынаны қосамыз. Осына 12-ні 2 бөліп қосамыз. Мынаған 6 қосамыз. Сосын тағы бір шеңбер тоқимыз да, оған қалған 6-ны тоқимыз. Сонда мына жерде бізде 12 бастапқысы, одан кейінгісі 24 болады. Мына жерде 24 столбик шығады. Мына қатарымызда 30 столбик болады. Және мына қатарымызда 36 болады. Ол бізге біздің домалағымыз бүйтіп жайылып кетпей, шамалы үшкірленіп, аяққа әдемі түсу үшін жасалатын болады. Егер сіздерде менде мысалы мына 37 размердің өлшемі болатын, осы 37 размерде менде 42 столбик болса, міне 42 столбикті мен 12-ні азайтамын. Сол кезде 30 болады. Осы 30-ды 12-ге бөлгенде 2, ар жағында 6 қалдық болды. 6 қалдығымыз қалады. Яғни бізде бұл жерде, мына жерде тоқып болғаннан кейін 6-дан келесі қатарында осы 6-ны қоссақ болады. Келесі қатарға осы 6-ны қосамыз. Мына қалдықты келесі қатарына қосамыз. Одан кейін ешқандай қосусыз ары қарай тоқып кете береміз. Енді осыны біз тоқып көрейік. Алдымен біз сақина жасап аламыз. Енді осы сақинаның ішіне 12 столбик тоқимыз. Мен 12 столбик тоқып болдық. Енді мына жіптің басын тартамыз. Өзі бізде осындай дөңгелек болады. Енді екінші қатарымызда біз 12 столбик қосуымыз керек. Ол үшін біздің столбикке 2 кеуден тоқып шығамыз. Келесіне 2. Осылай әрқайсының басына 2 кеуден тоқып шығамыз.
Міне екінші қатарымыз дайын. Екінші қатарда бізде 24 столбик болды. Енді схема бойынша біз тағы 6 столбик қосуымыз керек. Ол үшін мен әрбір 4-ші столбикке екеуден тоқитын боламын. Бірінші міне. Екінші. 3. 4-шімізге міне тағы біреуін қосамыз 4-шіге. Осылай әрбір 4-ші столбикке екеуден тоқып қатарды аяқтаймыз. 3-ші қатарды тоқып болдық. Қосамыз, біріктіреміз. Енді келесі қатарды тағы да 6 столбик біркелкі қосып шығуымыз керек. Ол үшін мінеке әрбір 5-ші столбикке 2 столбиктен тоқимыз. Шатасып кетпес үшін міне 1, 2, 3, 4. Мынау 5-шіге екеуден тоқимыз. Міне осындай болып шықты. Маған осы өлшем қажет. Менде 36 столбик болды. Егер әрі қарай басқа размерге тоқитын болсаңыз, әрі қарай керегін есептеп қоса бересіздер. Осы размерге мен тағы да әрі қарай ешқандай қосусыз тоқи беремін өзіме керегін. Міне мен тағы бір қатар тоқып шықтым, столбик қоспай. Екеуі бірдей, просто мынаның жібі шамалы қалыңдау, мынаған қарағанда қаттылау. Бүгінге осы. Екеуі де әдемі тұрады, екеуі де ерекше. Әрі қарай қайсысы өзіңізге ұнайды, талғамыңызға қарай сіледей тоқыған кезде қолдансаңыздар болады. Осы схеманы, осы өлшеу есептеуді. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Видео ұнаса маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.